Аса қадірлі жамиғат, үлкен кіші ағайындар. Ұлттың рухани түлеуіне үлес қосқан ұлы тұлғалар қашанда халық жадында үнемі жаңаша жаңғырып, ұрықтанып отырады. Тұлғаларды ұлықтау арқылы біз ұлтымыздың өткенін қараймыз, талқылаймыз, бүгінін анықтаймыз, ертеңгі жолды белгілейміз. Қазақ ұлты үшін Әлихан Бөкейханұлы сондай ұлттық тұлға. Мұны ұлттың қормалы, ұлт көсемі отец нации дейді. Ал сол ұлы перзентін ұлықтау арқылы халық та жаңаша бір оянып, жаңа келешекке өзінше тың жігермен аттануы тиіс. Әлихан Бөкейханұлы жалпы алаш идеясының ұйыған ұясы ол Семей өңірі. Әлихан Бөкейханов Семейдің төл перзенті, алаш ұлтының көсемі болып табылады. Ақталғанына 30 жылдай уақыт өтіп кетсе де, өзінің туған жерінде маңдайынан еспеген самал мен үшін бүгін есіп тұрғандай көрінеді. Өйткені бүкіл алаш идеясының ауыртпалығын көтеріп, жасаңдатып шығарған және сол үшін жанкешті күрестер өткен өлкеде сол рух көсемі Әлиханның атының жаңғырып тұрғаны өте нысаналы көрініс деп есептеймін. Әлихан Бөкейханұлының атын берілуі алдағы уақытта да алаш идеясына, алаш ісіне, алаштың экономикасына, дін, тіл, дін, заң қарауылына әділетті пікір білдіріп күресетін түлектердің дайындалуы, бұл алаш рухты елдің рухын күшейтеді деп есептеймін. Сонау 1905 жылдары Астана қаласында Потаниннің торқалы тойына орай күндердің күнінде осы біздің елімізде университеттер салынып, заң құқықтар оқытылып, ұлтының рухани тәуелсіздігінің іргесін бекітеді деп айтқан Бөкейхановтың сөзі бүгін 120 жылдан кейін оның алдынан өзінің атындағы университет болып, жүзі жарқырап, қалың елге қарап тұр. Осы Бөкейханов атындағы заң университетінің шәкірттері қара қылды қақ жармауға қақысы жоқ, әділетсіздікке төзімсіз, шындықтың өзі мен жүзі болмаса, онда университеттің мақсатының орындалмағаны. Сондай өжет, әділ, отты, қаншыл, милләтшіл, сауатты дүние ақыл ойымен тең ойлайтындай намысты мамандар дайындалып шығатынына мен сенемін. Оған елде, жерде, ілгергі аға да білімді сай. Ендігі міндет бүгінгі ұрпақтың өз ар ожданында. Ал
ол ар ұжданды, атом реактор сияқты мәңгілік қуат беретін іс, әділдік, білім, сауаттылық. Мен осындай игі өзгерістер мен тілеулер тілеймін.